Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді вареники жасаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табағымызға бір жұмыртқаны саламыз, үстіне тұзды суымызды құйып араластырамыз. Оның үстіне електен өтілген ұнымызды саламыз. Алғашында қасықпен жайлап отыра салып, кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз не жұмсақ, не қатты болмау керек, орташа қалыпта болу керек. Қамырымызды илеп болдық. Енді мұны бетін жауып, пленкамен 15 минутқа қойып қоямыз. Оның арасында картопымызды пісіріп алдық. Картопымызды жақсылап езіп аламыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды турап, қуырып аламыз. Қамырымызды оның арасында 3 рет илеп шығуымыз керек, сонда қамырымыз жылтыр, әдемі болып шығады. Жаңағы қуырған пиязымызды картоптың үстіне салып, жақсылап араластырып шығамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыштарымызды сеуіп шығамыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Негізінде қамырды әркім әртүрлі істейді. Біреулер толық жайып алып, түйіп алады. Ал маған осылай бөліктерге бөліп, жайған ыңғайлы, сол үшін мен осылай жасаймын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жасаңыздар болады. Қамырымызды осылай жайып, түйіп шығамыз. Қамырымыз жұқа болып қалмау керек. Егер де жұқа болып қалса, суға салып қайнатқан кезде езіліп кетуі мүмкін. Барлығын осылай түйіп шығамыз. Менің каналыма жазылып қойды ұмытпаңыз. Аптасына 2 рет жаңа видеолар салып отырамын. Барлығын дайындап болған соң, қайнаған суымызға тұз салып, қамырымызды салып аламыз. 1-2 минуттай қайнайды. Сонымен вареники дайын болады. Өте дәмді шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыз.